Сәлем достар. Біз бүгін осындай әдемі көрінетін ажурный узорды тоқитын боламыз. Узордың атын мен қалай айтылатынын білмеймін, бірақ осындай кез келген кардиганға или палантин тоқуға болады. Не болмаса жемпірлерге, кофточкаларға осы узорды қолдануға болады. Тоқылуы өте оңай, бірақ өте әдемі көрінеді. Тек қана бір екі жолмен ғана тоқисыз, болды. Бір көрінгенде мүмкін сіздерге бір қиын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ өте оңай, өте жеңіл тоқылу. Сондықтан да тоқуды енді ғана бастап жатқан кісілер болса, қараңыздар, осы тоқып көріңіздер, сөйтіп бір бұйымды осы узормен тоқыңыздар дер едім. Мен кейінгі алдағы уақытта мен осымен бұйыртса қызыма кофта тоқимын деп отырмын. Енді оны сіздерге алдағы уақытта көрсететін боламын. Міне бізде алдыңғы жағынан, оң жағынан осылай көрінеді. Сол жағынан міне бұлай болынады. Бұл жағында қолдануға болады. Екі жағында, мысалы, шарф тоқитын болсаңыз, палантин тоқыған кездерде, мысалы, екі жағында кие беруге болады ғой. Сол кездерде осы узорды қолдансаңыздар болады. Теріс жағынан да әдемі көрінеді, оң жағынан да әдемі көрінеді. Сонымен мен мынаны қазір акрил, 100% акрил жіппен тоқыдым. Үлгі ретінде сіздерге көрсету үшін тоқыдым. Қазір мен сіздерге 50% хлопок, 50% акрил. Осымен қазір кішкене ірілеу жіп алдым, өйткені тоқып сіздерге көрсету үшін үлкендеу жіп алдым. Жалпы бұл узорды осындай жұқа жіптермен тоқыған кезде өте әдемі көрінеді. Тағы да айта кететін нәрсе, бұл узорды тоқыған кезде төртке бөліну керек. Яғни сіздерде 12, 8, 12, 12, 16, 20 деген сияқты алған ілмектеріңіздің саны 20-ға төртке бөліну керек. Және қосасыздар оған 2 кромочный міндетті түрде. Солай аламыз. Қазір мен сіздерге 12 петля теремін. Енді ондай қатты көп алмай-ақ қояйын, себебі сіздердің де өзімнің де уақытымда алмайтындай. Тек қана сіздерге қалай тоқылу жолын көрсету ғой мақсат. Сол үшін де 12 петля аламын. Және 2 кромочный 14 петля аламын. Міне менде енді ілмектерді қалай ілу сабақтары бар, алдағы видеоларда қарасаңыздар болады. Осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, міне 14 петля алдым. Біреуін аламыз. Бірінші кромочныйды ең бірінші оңға тоқып аламыз. Салбырап тұрған жіпті тартамыз. Сөйтеміз де мынау осы рядты, бірінші рядты бір оң, бір теріс тоқимыз. Бір оң, бір теріс. Және соңғы ілмек міндетті түрде солға тоқылады, кромочныйды. Екінші рядты тоже бір оң, бір теріс тоқимыз. Бірінші және екінші рядты бір оң, бір теріс тоқимыз. Міне, 2 ряд тоқып алдым. Бізде узорды тоқитын кезде бізде сол жағы, бізде мына кішкентай жіп салбырап тұрған жер, мына жер бізде сол жағы болып есептелінеді. Яғни сол жағында біз узор тоқимыз, оң жағында ол жаңағы біздің мынау узорларымыз көрінетін болады. Сол жағында, оң жағында міне мына узор әдемі болып көрінеді, бірақ біз сол жағынан бастап тоқитын боламыз. Осыны естен шығармаңыздар. Ары қарай жұмыс жібімізді аламыз. Бірінші кромочныйды іліп алғаннан кейін, ең бірінші тұрған бір ілмекті артынан әкеліп, бірінші бір оң тоқимыз, мынаны шығармаймыз, мына тұрған накид
дәл осы ілмекке үшінші ілмекті тоқимыз. Міне, енді жібереміз. Ары қарай сол жағынан әкелеміз де мына тұрған 3 ілмекті, міне 1, 2, 3 ілмекті қысқартамыз солға қарай. Міне, келесі мына ілмекті тура жаңағыдай бірінші бір ілмек оңға тоқып аламыз. Накид, осы ілмекке үшінші ілмекті тоқимыз оңға. Жібереміз. Міне. Ары қарай солға, одан кейінгі тұрған 3 ілмекті қысқартамыз. Қысқартылды. Ары қарай келесі ілмекті тура жаңағыдай бір оңға тоқып аламыз. Екінші ілмек накид, үшінші ілмекті осы жерге тоқимыз. Ары қарай 3 ілмекті қысқартамыз солға. Қысқартылды. Соңғы бір ілмек кромочный, оны солға тоқимыз. Болды. Узорымыз бітті. Енді келесі ілмекте, келесі рядта біз оң рядты, яғни оң жағынан барлығын бірдей теріс тоқып аламыз. Петлялардың орнын ауыстырмаймыз, тек қана қалай қарап тұр, сізге солай барлығын теріс тоқып аламыз. Бізде 2 ряд қайталанады. Осы теріс тоқып алатын ряд, одан кейін узор тоқитын ряд қайталанып отыратын болады. Теріс тоқып алдым. Келесі ряд былай тоқылады. Тек орын ауысады. Бірінші кромочныйды іліп алдым. Келесі ілмекте біз жаңағы бірінші узор тоққан кезде мына бірінші ілмектен бастап тоқыдық қой. 3 ілмек алып, енді біз қазір бірінші 3 ілмекті қысқартамыз. 1, 2, 3. Міне 3 ілмекті солға қысқартамыз. Келесі ілмекті тура жаңағы узор тоққандай бірінші оңға бір ілмек тоқып аламыз. Накид, үшінші ілмекті тоқып аламыз, жібереміз. Келесі 3 ілмекті солға қысқартамыз. Міне 3 ілмек солға қысқартамыз. Келесі ілмекті узор тоқимыз. Міне оңға бір ілмек тоқимыз. Накид, осы ілмекке үшінші ілмекті тоқимыз. Келесі 3 ілмекті солға қысқартамыз. Келесі ілмекті 3 ілмек тоқимыз бір ілмекке. Бір ілмек тоқылды, екінші накид, үшінші ілмек осы ілмектің ішіне тоқимыз. Соңғысы кромочный. Болды. Енді келесі мына оң бетіне келгенде біз узордан кейін бір ряд солға тоқып аламыз. Міне. Ары қарай узор тоқимыз. Міне сол жағына келген кезде бірінші кромочный ілеміз және бірінші ілмекті енді 3 ілмек тоқимыз бір ілмекке. Тоқыдым. Накид. Келесісін осы ілмектің ішіне тоқимыз. Жібереміз. Келесі 3 ілмекті қысқартамыз. Келесі ілмекті бір ілмекке 3 ілмек, яғни бір оң, бір накид, тағы да бір оң. Осы ілмектің ішіне. Ары қарай 3 ілмекті қысқартамыз.
осылай соңына дейін қайталайсыздар. Міне осылай узорымыз ары қарай шығады. Мына қазір біз оң рядқа келген кезде теріс тоқимыз. Теріс рядқа келген кезде узорымызды тоқимыз. Яғни бірінші узор тоққан кезде ең бірінші рядтан, бірінші ілмектен бастаймыз. Бірінші ілмекте 3 ілмек тоқимыз. Одан кейін 3 ілмекті қысқартамыз. Келесі ряд солға тоқып келеміз да, одан кейінгі рядта уже бірінші 3 ілмекті қысқартып алып, одан кейін 4-ші ілмекті бір ілмектің ішіне 3 ілмек тоқимыз. Дәл осылай барлық узорды тоқып шығасыздар. Не тоқсаңыздар да, ілмектерді алған кезде 4-ге көбейтуді ұмытпайсыздар. Және екі жағына кромочныйды міндетті түрде қосасыздар. Ол бөлек есептелінеді, өйткені сіздердің узорларыңыз 4-ге бөлінбесе, онда сіздердің узорларыңыз шықпай қалатын болады. Міне. Өте әдемі. Осындай узор шығады. Видео пайдалы болса сіздерге тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Тағы да қандай узорларды үйренгілеріңіз керек, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Уақытымның болғанына қарай сіздерге осылай тағы да мастер-класстарды түсіріп салатын боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.